Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы қыстағы аңшылық. Жаңа сөздер: аңшы, бүркітші, аңшылық, аң аулау, құлақшын, қашу. Көрсетейік және айтайық. Оқулықтан суретке қарап, қоршауда берілген сөздерді суреттен табыңыздар. Құлақшын, тон, бүркіт, жүген, жылқы, тазы ит. Екінші тапсырма: суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Оқулықтан суретке қарай отырып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Аңшы дегеніміз кім? Аңды қалай аулауға болады? Бүркітші дегеніміз кім? Аңға шыққан адам қандай қару алады? Аңшылар аңға шыққанда қандай киім киеді? Жауаптары: аңшы дегеніміз аң аулайтын адам. Аңды итпен және бүркітпен аулауға болады. Бүркітші дегеніміз бүркітпен аң аулайтын адам. Аңға шыққан адам мылтық алады. Аңшылар аңға шыққанда тон, құлақшын киеді. Оқылым: аң аулау. Кешке басталған қар түнге дейін жауды. Ағаш пен үйді әппақ қар жапты. Әкем, мен, ағам, көрші ағайлар бәріміз ең мықты әрі жүйрік аттарға міндік. Мен екінші рет аңға шықтым. Қасымызда тазы итіміз бар. Күн жып-жылы, айнала тып-тыныш. Жаңа жауған қардан түлкі, қоян сияқты аңдардың ізін оңай байқадық. Көп кешікпей аңдарды да көрдік. Бүркіттің томағасын шешіп ұшырдық. Тазы иттер де қояндарды қуды. Біз 5 қоян, 3 түлкі ұстадық. Бүркіт пен тазы сондай күшті әрі епті. Қашқан аңды тез ұстайды. Қыста аң аулау өте қызық. Мәтіннің орысша нұсқасы. Оқиық және жауап берейік. 4-ші тапсырма: сұрақтардың жауабын мәтіннен табыңыздар. Сұрақ: аңшылар аңдарды қалай тапты? Аңшылардың қасында қандай үй жануары бар? Оның аңшыларға қандай көмегі бар? Бүркітші бүркітін қашан ұшырады? Аңшылар қандай аңдарды аулады? Жауаптары: аңшылар аңдарды қар үстіндегі іздерінен тапты. Аңшылардың қасында тазы иттері бар. Олар аңдарды қуып ұстайды. Бүркітші бүркітін аңдарды көрген соң ұшырады. Аңшылар қоян мен түлкіні аулады. 4-ші тапсырма: сөйлемдердің жалғасын келесі бағаннан тап. Аңшылар аңға шыққанда айғайлап аңды қорқытады. Аңшылар аң аулағанда қолдарына қару алады, жүйрік атқа отырады, жылы киім киеді. Аңшылар қар жауғанда айнала әппақ болады. Аңдар қашқанда аңға шығады. Қар жауып болғанда тазы иттер оларды қуады. Енді дұрыс нұсқасын көрейік. Аңшылар аңға шыққанда қолдарына қару алады, жүйрік атқа отырады, жылы киім киеді. Аңшылар аң аулағанда айғайлап аңды қорқытады. Аңшылар қар жауғанда аңға шығады. Аңдар қашқанда тазы иттер оларды қуады. Қар жауып болғанда айнала аппақ болады. Яғни оқушылар, біз мәтін бойынша сөйлемдерді сәйкестендірдік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.